Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге жұмыс іздеп жүрген, жұмыс таба алмай жүрген, жұмыссыз азаматтар мен азаматшаларға мемлекет жағынан берілетін көмек қаражатты үйден шықпай-ақ, үйде отырып өтініш беру арқылы қалай алуға болатындығы жөнінде жан-жақтылы түсіндіретін боламыз. Алдымен біздің осы YouTube'тағы Дүбірлі Көш каналымызға тіркеліп алыңыздар. Лайық басып пікір қалдырыңыздар. Біз сіздер үшін әрқашан тегін қызмет етуге дайынбыз. Енді осы өтінішті жолдау үшін алдымен сіздің үйде интернетке жалғанған компьютер болу керек. Сонымен бірге ESP ключ, яғни электронды қолтаңба болуы шарт. Егер электронды қолтаңба болмаса, оны EGOB-KZ сайтына шығу арқылы онлайн түрде ала аласыз. Ал енді жәрдемақыны алу үшін еңбек.kz сайтына кіріп, алдымен тіркеліп аламыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай мынау еңбек.kz сайты. Бұның ең жоғарғы жағында тіркелу деген батырманы басып, тіркеліп алуымыз керек. Тіркелген кезде жұмыс іздеуші ретінде тіркеліп аламыз. Электронды поштаңыз болмаса, телефон номерді жазасыз. Өзіңіз бір құпия сөз ойлап табасыз. Құпия сөзіңіз сан цифр, ағылшын жазуы және ерекше белгілерден құралады. Мәселен, мына сіздерге бір мәселе ретінде көрсетейік. Азамат Дерта А 123 деген сияқты. Азамат дегендегі А үлкен жазумен жазылған, қалғандары кішкене жазумен жазылған. Соң ерекше белгі, қалғаны 123 сан цифрдан құралады. Біз осы құпия цифрды жазған кезде сөзсіз осындай форматта жазуымыз керек. Енді тіркеліп болған соң, мына жерде міне түйіндеме деген бар. Бұл сіздің тарихыңызды, яғни деректеріңізді осы жерге сөзсіз толтырып жазасыз. Міне мынау ЗИН номеріңізді, аты жөні, мекен жайы, электронды почта, телефон номер, кәсібіңіз, оқыған білім дәрежеңізді, жеке қасиетіңізді, яғни ерекшелігіңізді, осылардың барлығын жазып толтырамыз. Міне мынау қызыл жұлдыз белгісі шығып тұрған бос орындарды сөзсіз толтырып жазуымыз керек. Сонымен ең төменгі жағындағы сақтау деген батырманы басып, сақтап қоямыз. Егер сіз түйіндемені жазу барысында қалып қойған, яки қате толтырып жазған жерлеріңіз болса, онда автоматты түрде көрсетіп береді. Сөйтіп, сіз қайтадан дұрыстап толтырып жазған соң барып, сақтау деген батырманы басып, сақтап қоямыз. Бұны істеп болған соң, жоғарда, сол жақта көрсетілгендей, мынау міне мемлекеттік қызметтер дейді. Осы мемлекеттік қызметтер дегенді басамыз. Бұны басқан соң, жұмыссыздарды тіркеу деп шығып тұр міне. Осы жұмыссыздарды тіркеу дегенді басып кіреміз. Кірген соң, мынадай жазулар шығады міне. Жұмыс іздеуші, жұмыс іздеп жүрген адам, жұмыссыз, жұмысынан айырылу бойынша төлем, мемлекеттік шаралар деп жазылған. Енді біз төменге қарай жүреміз. Міне төмен жақта тұрған мынау 4 бұрыш қосыламын деген жерді басып қоямыз. Соң төмен жағында қосу деген батырманы бассақ, қол қойып жіберіңіз деп шығады. Бұған біз жарайды деп басамыз. Жарайды деп тұрғанды басамыз. Сонымен өзіміздің электронды қол таңбамыздың құпия номерін енгіземіз. Электронды қол таңбамен қол қойған күннен бастап, сіз жұмыс іздеуші болып есептелесіз. Бұл мемлекеттік жұмыспен қамту орталығында сақталады. Сонымен 3 күн өткен соң, сіз және де қайтадан осы еңбек
kz сайтына кіріп, мемлекеттік қызметтер дегенді басып, жоғарыда айтылған басқыштарды және бір рет қайталап қол қоясыз. Сонсоң сіз жұмыс іздеп жүрген адам болып, екінші басқышқа өтесіз. Міне осы күннен бастап сізге көптеген бос жұмыс орындары жіберіледі. Бұны сіз оң жақ жоғарыдағы мына отырған мына адамның бас суреті көрсетілген суретті басамыз. Бұны басатын болсақ, бос жұмыс орындары деп тұр. Осы жерден сіз өзіңізге лайықты жұмыстарды іздеп таба аласыз. Сонымен бірге, жұмыспен қамту орталығы сізге телефон беріп, жағдайыңызды ұғысады. Бос жұмыс орындарын көрсетеді. Егер осы 3 күн ішінде сізге лайықты жұмыс табылмаса, 3 күн өткен соң сіз қайтадан еңбек kz сайтына кіріп, мемлекеттік қызметтер дегенді басып, жоғарыда айтылған амалдар бойынша жұмыссыз болып тіркелесіз. Сіз енді осы жұмыссыз болып тіркелген күннен бастап телефоныңызға SMS хабарлама келеді. Яғни сіз жұмыссыз болып тіркелдіңіз деп SMS хабарлама келіп түседі. Сонымен бірге сіздің тұрғылықты жеріңіздегі жұмыспен қамту орталығынан телефон келіп, сіздің жағдайыңызды сұрайды. Жұмыссыз жүрген себебіңізді, қиыншылық жағдайыңызды білген соң барып, сізге мемлекеттік жәрдемақы беруді тағайындайды. Міне сол күннен бастап сіз жұмыссыздарға берілуге тиісті болған мемлекет жағынан берілетін жәрдемақыны ала алатын боласыз деген сөз. Енді сіз осы өтініш беру барысында жолыққан қиын мәселелеріңіз болса, пікір жазып қалдырыңыз. Болмаса менің WhatsApp нөмірім арқылы хабарлассаңыз да болады. Сіздердің сұраған сұрақтарыңызға уақытында жауап беретін боламыз. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.